сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлағатты ұстаз сөйлем мүшелері. Бүгінгі сабағымды Сәбит Мұқановтың өлең жолымен бастамақпын. Мұғалім бұл адамның ардақты аты, білімдік бар биікке шығарсаты. Ең алғаш басталады осы адамнан, сүйеді сондықтан да жақын жаты. Бар ғалым, барлық қоғам мұғалімді сыйлайды, мәңгі бақи беріп төрін. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ұлағатты ұстаз жайлы мәлімет ала отырып, өз ойларымен толықтырады. Тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелердің құрамдық түрлерін, сөз таптарына қатыстылығын ажырата алады. Сөз тіркестерін құрастырады, сөйлемге синтаксистік талдау жасайды. Күтілетін нәтижелері: мәтінді аударып, түсінгендерін айтады. Сөйлемдер құрайды, сөйлемдерді толықтырады. Енді ұстаздарға арналған атаулы күннің шығу тарихына тоқталып кетсек. Ұстаздарға арналған атаулы күннің шығу тарихы өткен ғасырда белгіленген. Яғни 1966 жылдың 5 қазанында Парижде өткен мұғалімдердің мәртебесі туралы арнайы үкімет аралық конференция тарихта қалып, нәтижесінде ЮНЕСКО мен халықаралық еңбек ұйымының өкілдері мұғалімдердің мәртебесіне қатысты ұсыныстар құжатына қол қойған. Ал Кеңес одағы тұсында 1965 жылдың 29 қыркүйегінде бекітіліп, қазан айының алғашқы жексенбісі деп белгіленген. ЮНЕСКО ұсынысымен 1994 жылы 5 қазан бүкіл әлемдік мұғалімдер күні деп жарияланып, содан бастап 5 қазан мұғалімдер, оқытушылар және білім саласында еңбек етіп жүрген барлық қызметкерлердің кәсіби мерекесіне айналып, бүгінде бұл айтулы мереке әлемнің 100-ден астам елінде аталып өтеді. Ұстазды құрметтеу жалпы мұсылман жұртында жоғары болған. Мәселен, Ескендір Зұлқарнайын Аристотельді, Абылайхан Төлебиді, Шәкәрім Абайды, Жамбыл Сүйінбайды өзіне ұстаз әрі арқа сүйер ақылшы деп таныған. Бұлар жүрген жерінде ұстаздарының ерекше қабілеттері мен қасиеттерін паш етіп отырған. Ескендір Зұлқарнайын: мен ұстазыма әкемнен кем қарыздар емеспін. Әкемнен өмірді алсам, Аристотельден сол өмірге керектінің бәрін алдым деп еске алса, көркем мұрасы әдебиетіміздің асыл қазынасына айналған Шәкәрім Құдайбердіұлы поэзиямыздың асқар шыңы, Абай қалдырған шығармашылық дәстүрді өз жаңалықтарымен байыта өрнектеген. Ал Жамбыл өмір бойына өзіне ұстаз, пір тұтқан ұстазы Сүйінбай дүниеге салғанда, жыл 12 ай ұстазын жоқтаған. Сүйінбайдың асына ат тұяғы жететін жерді ақын жыраудың бәрі тегіс келеді. Бұл ас туралы ұлы ұстаз бен ұлы шәкірттің жарастығы, ақындық дәстүрдің жалғастығы туралы. Сүйінбайды да, Жамбылды да білетін көрнекті ақын Әбділда Тәжібаев Көне қоңырау атты жыр кітабының ақындар деген поэмасында жеткізіп айтқан. Ал енді мәтін бойынша тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма: берілген мәтіннен мағынасы белгісіз сөздерді жазып алып, сөздік жұмысын жасап, сөз тіркестерін құрастырасыздар. Екінші тапсырма: мәтінге сүйене отырып, дұрыс бұрысын белгілейсіздер. Үшінші тапсырмада сөйлемдерді аяқтайсыздар. Енді грамматикалық тақырыпқа көшетін болсақ, сөйлем мүшелері. Сөйлем мүшелері сөздердің мағыналық тұрғыдан өзара тіркесуі нәтижесінде синтаксистік қызметте жұмсалатын сөйлемнің дербес бөлшектері. Сөйлемдегі сөздер бір-бірімен мағыналық байланыста болады. Сол байланыс негізінде грамматикалық мағынаға ие болған сөздер. Сөз тіркестері сөйлем мүшелері қызметін атқарады. Сөйлем мүшелері қызметінде сөйлемнің дұрыс құрылуының, әр сөздің өз орнында жұмсалуы мен ой желісі, стильдік жағынан нақты болуының орны ерекше.
сөйлем мүшелері үлкен екі топқа бөлінеді. Тұрлаулы мүшелер оған жататындар бастауыш және баяндауыш. Тұрлаусыз мүшелер анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш. Енді мына кестеге назар аударайық. Сөйлем мүшелерінің жасалу жолдары, қандай сұрақтарға жауап береді және мысалдар берілген. Енді сөйлем мүшелерін пысықтау үшін келесі тапсырмаға көшеміз. Берілген сөйлемдерге синтаксистік талдау жасаңыздар. Аманашвилидің «Учитель вдохновил меня на творчество» шығармасының үзінді қазақ тіліне аударып, оны сөйлем мүшесіне талдайсыздар. Енді бүгінгі сабағымыздан алған білімдерімізді мына 4 сөйлем әдісі арқылы тақырыптың мазмұны бойынша ойларыңызды қорытындылайсыздар. Менің ойымша, мұғалім болу, себебі мен оны былай түсіндіремін, оны мен мына фактілермен мысалдарды дәлелдеймін, және осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім. Осымен бүгін біз сабағымызды аяқтай отырып, бүгін барлық алған тақырып бойынша білімдеріңде бүгінгі сабақта не білдім, нені үйрендім, нені білгім келеді деген кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.